Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді королевский тортын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны қантты салып, аппақ болғанша миксермен шайқаймыз. Енді үстіне қаймақты салып, тағы да миксермен араластырамыз. Електің ішінде ұн мен қопсытқышты араластырып, сұйық массамызға екіге бөліп, електен өткізіп салып, миксермен араластырамыз. Бізде сұйық қамыр пайда болады. Енді бұл қамырды теңде екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне мейіз, бір бөлігіне мақ қосып, жақсылап араластырамыз. Тура осылай қамыр дайындап, тағы да екі бөлікке бөліп қоямыз. Енді бұл қамырымызды 18 диаметрлік формаға құйып, 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкеге қант ұнтағын салып, аппақ көбік пайда болғанша миксерлейміз. Сосын үстіне сүзбелі ірімшікті қосып, бір келгі масса пайда болғанша миксермен араластырамыз. Бізде қою крем пайда болады. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін ең астына шоколадты коржды қойып, осындай кольцоның көмегінде жинаймыз. Торттың корждарына пропитка жасасаңыздар да болады, бірақ мен жасаған жоқпын. Тортты толықтай жинап болған соң, бір түнге немесе 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Тортты қалауымызша сәндеуімізге болады. Мен шоколадты патеуге жасап, үстіне түрлі шоколадтарды қойып әсемдедім. Бұл тортты міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. 4 коржында бірге жегенде өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.